Жалпы айтқанда осы картоп егістігінің алаңы жыл сайын ұлғаюда. Министрлік тарапынан осы әлеуметтік маңызы бар тауар болып табылатын картоптың жалпы алаңын ұлғайту бойынша көптеген жұмыстар жүргізілуде. 2021 жылғы егіс науқанының қорытындысы бойынша картоп дақылының алаңы 5,8 мың гектарға ұлғайды. Биылғы жылы да өткен жылғымен сол деңгейде, яғни 4 миллион тоннаның шамасында картоп дақылының өнімін аламыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы алынатын өнімнің 2,1 миллионы бұл жаңағы жеке қосалқы шаруашылықтарда, яғни ауылды мекендерде өндіріледі. Ол дегеніміз ауылдық аймақтар өздерінің толыққанды қажеттіліктің өздерінің өндірістері нәтижесінде қамтамасыз етеді деген сөз. Қалған 1,9 миллион тоннасы бұл жалпы арнайы жекелендірілген шаруашылықтар да өндіріледі. Қазіргі кезде енді айтып кететін жайт, біздің ішкі нарықта Нұр-Сұлтан қаласында немесе басқа да өңірлерде қандай да бір тапшылық жоқ картоп дақылына деген нарыққа жүргізілген мониторинг шаралары Нұр-Сұлтан қаласының барлықта көтерме және басқа да сауда орталықтарында картоптың қажетті көлемдерінің бар екендігін көрсетті. Мен Рысбаев Нұртөбе, Сарыағаш ауданы, Келес ауданынан апта сайына картошканы алып келеміз. Баға қазір 270-тен сатып жатырмыз. Апта сайын өзіміз машинамен 11 тонна, 12 тонна алып келеміз. Картошка бар, bunu 280 алдық. Бұл 3 күндей болды, арзандады ғой. Қазір кезде Түркістан облысында жаппай түрде жаңа картоп өнімін жинау жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Түркістан облысы бойынша ерте пісетін картоп дақылының негізгі алаңы 7,7 мың гектарды құрады. Соның ішінде қазір кезде әкімдікпен бірлесіп, осы Нұр-Сұлтан қаласына тікелей түрде Түркістан облысында өндірілген жас картоп дақылының белгілі бір көлемдерін жеткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы тарапта әкімдікпен бірлесіп жәрмеңкелер және де басқа да сауда саттық орындарына сол картоптар жеткізілетін болады. Негізінен картоптың бағасына айтып кететін болсақ, біз мониторинг жүргіздік. Картоптың бағасы 280 теңгеден 400 теңге аралығында Нұр-Сұлтан қаласы бойынша. Яғни көтерме сауда орталықтарда, базарларда бұл бағасы төмен, яғни 280 болатын болса, ал сауда орталықтарында үлкен дүкендерде бағасы 400 теңгеге дейін жеткізілу фактілері байқалуда. Бұл әрине өкілетті органдардың жұмысы, себебі бұл жерде ортасында жүрген делдалдардың көп көлемде үстіне үстеме ақша қосуы, үстеме бағаның қосу фактілері анық көрініп тұр. Сондықтан да осы бағытта біз сауда министрлігімен және басқа да әкімдік тарапынан қосымша жұмыстар жүргізілетін боламыз. Соның ішінде ең негізгі айтып кететін жайт, қазіргі нарықта ешқандай да тапшылық жоқ, ешқандай да халықтың алаңдаушылыққа ешқандай негізі жоқ. Картоп дақылы жалпы көлемі нарықта толыққанды жеткілікті, және де жақын арада осы министрліктің жүргізілетін тікелей жеткізу жұмыстарының нәтижесінде нарық одан да толықтырылып, молықтырылып, бағаның түсуі де күтілетін мәлімдегіміз келеді.